Hayırlı kеш dostlar, қалайсыздар? Biz қыздармен улап-шулап биден шықтық, үйге қайтып бара жатырмыз. Ақкербез, Ақсая, мұнда Лия отыр. Біздің алдымыздан бір аға мен тәте өткен. Ақкербез бізден озып, солармен бірге кетіп қалған ғой. Жүгіріп. Сөйтсе соны Ақсая, сен солардың қызысың болды деп шулап кетіп баратырмыз. Ақкербез, ертең бізде Ақкербездің туған күні, өзінің сыйлықтар тізімі бар. Кім не сыйлау керек екенін бәрін жазып қойған. Қазір соны сұраймыз. Ертеңгі туылған күн иесі сізге керек зат. Ақкербездің шашына мән бермеңіздер. Бірінші гимнастикаға барды. Содан соң биге барды. Шашымыз осындай болып тұр. Ақкербез, ертең саған кім қандай сыйлық береді? Папа мені базарға апарады, тағы оны әр күні мені қапшағайға апарады бәрімізді. Маманың списігі, мен шашымға шарик пайда көріп па, хвостик па, и сөйтіп YouTube канал ашуға. YouTube канал ашып береме саған? Иә. Мам, мен де базарға барам, Ақкербезбен. Жоқ. Бала! Жоқ. Бала! Бізде осындай концерттер жиі болады. Бармайсың. Сосын Ақкербез жалғастырып айтсыншы. Әжемнің списігі мен каблук, әперуге мектепке кеттім. Каблук? Туфли каблук? И тағы білесің ба не? Тақты. Ұзын көйлек керек. Ұзын көйлек? Иә. Бірақ бадный емес, сонда да кеттім көйлек. Көшеге шыққанға киетін ұзын көйлек, иә? Иә. И каблук туфли. Иә. Саған болмайды ғой каблук туфли? Қайдағын айта берме. Ақсаяның списігі ертеңден бастап ешқашан мені тиіспеу керек. Алияның списігі Лияның списігі өзі біледі. Не подарок етеді мен туған күніге. Не? Мама, мен де барам Ақкербезбен базарға. Сен не аласың? Лия қараптан-қарап бір итті үргізіп жүр өзіне. Сен не аласың, Ақсая? Туған күнімге ма? Жоқ, ертең базарға барсаң не аласың? Өзім подумаю. Шашын кушичам. Ертең Ақкербездің туған күнінен видео күтіңіздер. Кішігірім отбасымызбен тойлаймыз. Бүгінгі бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.